Assalamualaikum достар, сіздермен бірге мен Рома, және де бүгінгі видеода біз мынандай кнопкаларды қалай шығаратынын көрсететін боламыз. Мысалы міне осындай кнопкаларды қалай шығаратынын көрсететін боламын. Ал енді біз өзіміздің видеоға кеттік. Мен бұны енді өзім түсіргім келіп шығарып жатқан жоқ. Бір подписчигімнің сұранысы бойынша сіздерге де керек деген ойдамын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, видеоны қолдап отырамыз. Комментарияға өздеріңіз пікірлеріңізді, видеоға идеяларыңызды жазып кетіңіздер. Ендеше біз видеомызға кеттік. Достар, біз мына жақтан осы сайттан мен ссылкасын описанияға тастап кетемін. Осы жерден бізге бір программа өткізу керек болады. RZX Keyboard па, клавиатура дейтін сөз ғой. Осыны өткізу керек болады. Так. Күтеміз. Және біз бұны өткізу керек болады. Міне бізде өткізетін кнопка шықты. 1 мегабайтта тұрмайды. Өткізіп аламыз. Бізде өтіп жатыр. Так, достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, каналға подписаться етіп отырамыз. Так, міне өтті. Менде Redmi телефоны болған соң проверка болатын болады. Вирус жоқ па? Так, міне бүкіл нормальный, вирус жоқ. И открыть деп басамыз. Біз бұған разрешение беруіміз керек. Және осылай басамыз. Біз бұл жерде енді не істейміз? Біз ең бірінші тұрған неге басамыз? Және виртуальный клавиатура деген жерге кіріп, управление клавиатурам и ең астында тұрған сол жаңағы клавиатурамыз қосамыз. Бүкілін қорықпай окей деп баса беріңіз, және артқы қайтамызда екіншісін басамыз, және клавиатурамызды таңдаймыз. И бұл жерде custom test деп тұрады. Соған басып, мына артық кнопкаларды remove деп үстінен басып, өшіріп тастайсыздар. Міне бұлай өшіріп тастайсыздар. И самый главный астында тұрған 4 буш F1, F5 және Q кнопкалары. Және біз бұлар үшеуін қалдырған соң шығамыз. Және settings деген настройкаға кіріп, мына жақта non-blocking'ті басамыз. Және non-blocking'ті басамыз, Сосын болды, шығамыз. Және custom testқа кіреміз. Мен өзім осылай істеп аламын. Так, өзіме ыңғайлы болу үшін. Осылай экранда ауыстырып аламда, мына кнопкаларды ыңғайлы етіп қойып аламыз. Так. Ыңғайлы етіп қойып аламыз, және телефонды орнына келтіреміз. Біз енді бұл жерде кнопканың үстінен басып, resize дейтін басамыз. Жоқ. Так, қайсы басатын еді? Ең астында тұрған default дейтін басамыз. Біз қазір F1-ді жасауымыз керек, және мына жерден F1 кнопкасын тауып аламыз. Так, F1-ді қоямыз, және енді F5 и Q қайда? Бұл жерлерде болу керек. Міне, бізде болды вроде. Және приложениеден шығамыз. Егер сіздерде бір жерге кіргенде клавиатураларыңыз жоқ болып кетсе, сол жаңағына бірінші тұрған жерге кіріп, виртуальный клавиатура деп басып, и осыны былай алып тастайсыздар. Мен қазір қосып қоямын. Ал енді біз өзіміздің Майнкрафтымызға кеттік. Let's go. Ойбай.
өзіміздің, короче, осылай мирімізға кіреміз. Мысалы, мен Нукпен Проның картасын алдым. Және біз дауыс шығаратын кнопканы басамыз. Астыдан осылай кнопкалар шығатын болады. F1 бұл бізде былай кнопканы жоғалтатын. Ну, типа, кнопкаларды жоғалтып осылай. Короче, сондай ғой. Осы F1-ді қайттан бастан зорына келеді. F5 бұл видтарды ауыстыратын. Мысалға деп бұл маған керек зат. Ну, ешнәрсе. Короче, маған керек зат мынандай. Өзім деп түрімді көрсетіп сіздерге деп амандасып, короче, сөйте аламын. Бұл өте керемет приложение. Және де, так, біз қазір перелица қойып аламыз. На Q дейтін кнопканы не істейтін сіздерге көрсетемін. Мысалы, бір блок аламыз қолымызға, Q-ді бассақ, біртіндеп лақтырады да блокты. Мысалы, біреуін лақтырасыз, и осылай лақтыра берсеңіз болады. Ну, короче, сондай ғой. Бұл үш кнопка өзіме өте пайдасын тигізеді. Және сіздерге де керек деп ойлаймын. Бір подписчигім комментарға жазып кетіпті. Түсіріш осындай деп, так, дауысын азайтып қойын. Бұл азайтатын кнопканы бассаңыз істемейді. Дауысын шығаратынды басасыз. Осымен сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Алда тағы қандай видео түсірейін. Және де достар, Нукпен Про сіздерге ұнады ма және жалғасын шығарайын ба? Соны жазып кетіңіздер комментарияға. Сіздерге ұнап жатса мен жалғасын түсіретін боламын. Не деймін тағым? Так. Былай сейсілайық. Ну, короче, сендермен бірге болған мен Ерома. Амандықта жүздескенше сендер давайте қош сау болыңдар.